Сымдық жаңалық. 2026 жылдың 3 қаңтарында Венесуэла астанасы Каракаста Америка арнайы қызметтерінің құпия әскери операциясы абсолютті табандылық басталды. Бұл операцияның мақсаты ел президенті Николас Мадуроны және оның жұбайы Силия Флоresті ұстап алу болды. Операцияны Америка арнайы жасағының бір тобы басқарды. Оған 200 әскер қатысты. Қала үстінде 4 Black Hawk және 2 Apache тікұшағы ұшырылды. Әскери кемелер Кариб теңізі мен Атлант мұхитында позицияға қойылып, әуе мен теңіз бақылауын қамтамасыз етті. Сонымен қатар кибернетика арқылы резиденциядағы камералар мен байланыс жүйелері уақытша бұғатталды. Әскери операция шамамен 2,5 сағатқа созылды, ал Мадуроны нақты ұстап алу 30 минут ішінде жүзеге асты. Резиденцияға кіргенде Мадуро мен оның жұбайы Силия Флорес бейбіт ұсталды. Оларды броньдалған көлікпен әуежайға жеткізіп, құпия ұшаққа отырғызып, Америкаға жөнелтті. Операция кезінде арнайы жасақ Delta Force және Zoctet Special Operations Aviation Regiment сияқты бөлімшелер әрекет етті. Барлық қозғалыс нақты жоспарға сай бақыланды. Әуе, теңіз және жер бақылауы үйлестірілді. Дональд Трамптың сөзі. Операциядан кейін Дональд Трамп сөйлеген сөзінде: Мадуро мен Флоresті ұстап алу наркотрафик пен зорлы саяси режиммен күрестің заңды қадамы. Бұл қаруды тергеу және халықаралық қауіпсіздік үшін қажет. Америка Венесуэла халқының қауіпсіздігі мен тұрақтылығын ойлайды. Мадуро ұсталғаннан кейін өз сөзінде: Мен әлі де заңды президентпін. Бұл заңсыз ұстау. Мен халықтың құқығын қорғауды жалғастырамын деді. Әлемдік реакция Ресей, Қытай және Түркия операцияны халықаралық құқыққа қайшы деп бағалады. Америкалық сарапшылар бұл батыл қадам деп санап, нарко және коррупция құрылымдарын тоқтатуға мүмкіндік деп есептеді. Біріккен ұлттар ұйымы шұғыл талқылау өткізіп, әрекетті халықаралық заң тұрғысынан күрделі деп бағалады. Венесуэла экономикасы мен мұнай. Венесуэла әлемдегі ең ірі мұнай қорларының біріне ие. Мадуро билігі кезінде PDVSA арқылы миллиардтаған доллар табыс кірген. Бірақ халыққа инфрақұрылым мен әлеуметтік қолдау жеткіліксіз болды. Енді ақш бақылауы күшейген соң, мұнай экспорттық келісімдер мен өндірістік жүйелер қайта құрылуы мүмкін. Бұл ел экономикасына және әлемдік нарыққа айтарлықтай әсер етеді. Мадуро мен Венесуэлаға не болады? Мадуро мен Силия Флоresке тағылған айыптар наркотерроризм және есірткі трафигі. Олар Америка сотында жауап беруді жалғастырады, сот бірнеше айға созылады. Егер айыптар дәлелденсе, Мадуро ұзақ мерзімге түрмеге қамалуы мүмкін. Венесуэлада уақытша билік вице-президент Делси Родригеске берілді. Бірақ оның легитимдігі даулы. Елдегі тұрақсыздық жалғасуда. Кейбір азаматтар Американың әрекетін қолдайды, кейбірі қарсы. Мұнай өндірісі мен экспорттық келісімдер қайта құрылуы мүмкін, бірақ халыққа экономикалық әсері үлкен. Халықаралық сарапшылар бұл әрекетті екіге бөліп бағалады. Мадуроны ұстап алу арқылы наркотрафикке қарсы күрес жүргізілді. Бірақ Венесуэла егемендігі бұзылды. Халықаралық құқыққа қайшы әрекет болып саналады. Егер сізге осындай саяси драмалар, тарихи оқиғалар мен әлем сахнасындағы батыл қадамдар туралы видеолар қызық болса, арнаға жазылып, лайк басып, пікір қалдырыңыз. Сіздің қолдауыңыз келесі видеолар шығаруға үлкен шабыт береді.